Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар өзен, теңіз және мұхит, сондай-ақ ақ және қызыл, майлы және майлы емес балықтарды, яғни әркім әртүрлі балықты тұтынады және жақсы көреді. Адамдар оны кез келген түрінде жей береді. Ол қайнатылған, қуырылған, буланған, немесе көмбештелген, тұздалған, маринадталған, сондай-ақ ысталған, тіпті шикі балық болсын, өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер көп, өйткені тіпті ет жемейтін кей адамның өзі балықтың артықшылығы оның етінің құрамында екенін жақсы біледі. Оның құрамында А, Д, Е дәрумендері мен кальций, йод, темір, магний, фосфор, селен мен мырыш бар. Тауық еті секілді балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы сіңіретін өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық амин қышқылдарды қамтиды. Балықтың пайдасы. Ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұю функциясы қалыпқа келеді. Қандағы холестеринді төмендетеді. Қалқанша бездің функциясының қалыпқа келтірілуін және ауруларының алдын алуға көмек береді. Көру қабілетін жақсартады, жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жадты, яғни есте сақтау қабілетін, ұйқыны жақсартып, тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады. Тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалпына келтіріп, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алуға және жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ балық жегеннен артық салмақ қосылмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы май қышқылдарының арқасында салмақ қосуға ықпал етпейді. Сол себептен де диетологтар салмақ тастағысы келетіндерге көмбештелген немесе суға пісірілген балық жеуді ұсынады. Бұл жерде көмбештелген сөзі бұқтырылған деген мағына. Енді балықтың зиянды жақтарына тоқталайық. Балық бірнеше аспектілердің әсерінен зиян болуы мүмкін, егер балықтың өзі уытты, зиянды балық болса. Екінші, балық паразит жұқтырса. Балық көп жағдайда адам ағзасында құрттардың немесе басқа да құрттардың пайда болуына себепші болады. Сондықтан оны шикіде емес, пісіріп жеген дұрыс. Егер балық дұрыс сақталмаған болса, балық өте тез бұзылатын өнім болғандықтан, арнайы сақтау шарттарын сақтамаған жағдайда тез бұзылып, адам денсаулығына кері әсерін тигізеді және өлімге әкеп соғуы да әбден мүмкін. Қақталған балық. Қақталған балықтың құрамында қатерлі ісік тудыратын канцерогенді заттардың артық болуына байланысты зиянды деп саналады. Бірақ суық қақталған балық аса зиянды емес, ал ыстыққа ысталған балықтың зияны өте